Кеш жарық, құрметті менің оқырман достарым. Баршаңызды келіп жеткен әз наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Күн мен түн теңелді, халық бақыт пен берекеге кенелді деп білемін. Тышқан жылына өкпем жоқ. Біреулер коронавирусты тышқан әкелді дейді, тышқан кетсін дейді. Тышқан жылы мен үшін шығармашылықтың шыңына шықпаса да, шығармашылығымды байытқан бір берекелі жыл болды. Сондықтан тышқан жылын өкпесіз шығарып салып, сиыр жылын салтанатпен қарсы алып жатырмын. Енді тышқан жылының осы наурыз айында мен 2 хикаят жаздым. Оны үнемі мен оқитын, үнемі менімен сыралғы болып кеткен етене достарым жақсы біледі. Алғашқы хикаятым наурыз айында жарияланған Шырғалаң деп аталады. Негізгі оқиғаның арқауы өмірде болған. Ал екінші хикаятым Диуана мен Бикеш деп аталады. Естеріңізде болса, мен өткен жылдың күз айында уәде берген едім. Кімде-кім менің YouTube әдеби арнама жазылса, мен сол оқырманыма Диуана мен Бикештің әлі сиясы кеппеген, ешкім оқымаған, тірі жанның көзіне түспеген қолжазба нұсқасын беремін деп уәде еткен едім. Менің Жанар Амандос есімді айдай ажарлы, әдемі әріптесім, әрі Facebook досым, тұрақты оқырманым, сый тұтатын, қадір тұтатын замандасым Жанар Амандос менің әдеби арнама жазылып, өзінің электронды пошта адресін салған еді. Мен уәде бойынша Диуана мен Бикеш әңгімесі хикаятқа айналдырып, уәде бойынша сиясы кеппеген қолжазбаны Жанар ханымға жолдадым. Сіздер де менің арнама жазылыңыздар. Менің арнамнан менің шығармашылығыма қатысты тың жаңалықтарды елден бірінші болып құлағдар болып отыру мүмкіндігіне ие болыңыздар. Мен өз әдеби арнама шақырамын. Әрбір оқырманымды жалғызымнан бетер көремін, еркелетемін, ағына көнемін. Кейбір оқырмандар аудио кітап сұрайды, ол болашақтың ісі болады, амандық болса ол да болады. Кейбір оқырмандарым дәстүрлі кітап сұрайды. Кітабым балалықтың соңғы күзі деген 3-ші кітабым мемлекеттік тапсырыспен шығу жоспарында бар. Құрметті достар, Диуана мен Бикеш бұл сенім мәселесін, сенімнен туатын шынайы махаббат тақырыбын көтерген хикаят. Ілияс Есенберлин жазыптым. Сенімге ие болу өмірді мәнді етеді дейді. Мәнді өмір сүру үшін өзіміздің жақын адамдарымыздан, өзіміздің қымбат адамдарымыздың сенімінен ие болып, және сол сенімнен айырылмауымыз керек екен. Ендеше мәнді өмір сүрейік, сәнді өмір сүрейік. Диуана мен Бикеш, Бикеш мен Диуана қайда білмеймін. Сіздер білесіздер, Диуана мен Бикеш хикаятым әдебиет порталынан жарияланды. Сол толық нұсқасына берілетін осы бейнежазбаның суреттемесінде, сипаттамасында, бейнежазбаның сипаттамасында Диуана мен Бикеш хикаятымның сілтемесін қалдырамын. Хикаятымды жарыққа шығарған әдебиет порталына алғысым шексіз. Достар, мәнді өмір сүрейік, сәнді өмір сүрейік, рухани бай болайық. Мен қоштаспаймын, өздеріңіздің айзаттарыңыз, яғни Бикештеріңіз. Айтпақшы, менің жұлдыз жорамал бойынша да мен Бикешпін.